грандиозная вечеринка сидела, Сізге Ну что ж, распаковка. упаковка щек очень. Так. Куда? Называется Кора. Кора пати. Кора. Виски салып келмедің бе хотя бы? Кетарма. Өзіміз виски таппай жүр. Долбоеб-мал. Грандиозная вечеринка сидела. Даптарда жігіттің ғой бүйтіп қарап тұр. Мына жеріне оқ деген ба қалай? Атеш болу. О, әдем аяқты Аяқты бастым. Аяқ қай размер болып тұрсың да? Хорош. Әдем. Ал. Хорош қыздыр. Ал. Еду домой с цветочками. Молодой человек, а вы куда едете? К вам. Ко мне? Да, можно? Так, если в качестве курьера... Да, можно. Сен шығарып салайын деп. А, Жалғыз жүргізбеймін ғой. да ты что? Мынандай ауыр гүлді сен қалай жалғыз жүргіземін? Красивые цветы. Мне очень нравятся такие. Көңіл күйің күшті ма? Классные Настроение вообще. көтерілді ма? Да, супер. На неделю. Потом еще подаришь, видимо. Шучу. Если хочешь, дари. Не хочешь, не надо. Жоқ, шапан подарить етсе па деп жүрмейді. Да, шапан? Я больше не хочу шапан носить. Да? Я уже устала от шапана. Я 10 дней шапан ношу. Не хочу больше. Вот. Тренировка. Рахмет. Осылай бересің ба ертең? Жоқ, қолмен беремін. Сен өзімсің ғой. Точно дұрыстап беремін ертең, ұятпамайсың. Ай, ұстағын ай. Яна дайындап жатыр. Раушан. Жоқ. Начальником ана. Начальник өзік. Жай аяққа шыққайсың. Әй, мыналарың сен өтіріп жүр. Раушан, қисым ұстасай, оны ұстасай дейінші. Жамшы дейін. Ұстасай дейін. Тұрып қоймай кешейін. Тұрадыршы көрейінші. Өзбек, қазақ, тәжік, Раушан. Менің ойымша, осы жерде қыз жігіттерге үміткер болған бір адам келеді деп ойлаймын. Жаңа бейне емес сияқты, мен ойымша. Тәуіржан болса ше. Білмеймін, ешқандай ойым жоқ. Қатысушы болса да, өз Қарсылығыңыз бақытын тапса да. Ау? Қарсылығыңыз жоқ па? Жоқ. Мен ешқашан қарсылығым болмаған. Жақсы. Қалайсыңдар? В общем, біз Шымкентте Қасқасу деген жерде жүрміз. Бірақ бұл жерге келген главный себебіміз, мына жерде бұғылар бар екен. Прикиньте, Шымкентте. Енді Диас ар жаққа кетті. Мына жігіт енді кішкене жерде маңырап тұр. Іздеп көмектеспейсің ба? Көмектесіп. Қалай көмектесің тұрсың? В общем, жүріп уже бір 10 минуттай болып қалып, бұғы көреміз ғой десек, жоқ, қай жақта десе, осы районда деп жүрміз. Енді білмеймін, іздеп, қарап деген сияқты. Бұғы емес, басқа бір нәрсе тауып жүрмейді. Қасқыр ма? Надеюсь, сондай жоқ шығар енді. Әшейінде біреудің стористарынан қарасаң бір жүріп баратады ғой бүйтіп,
келіп сызылып нан жеп кетеді. Біз келгенде именно жоқ болып тұр жолда. Тапсақ саламыз, таппасақ, значит ұйқы ғой, короче. 1,5 сағат жүріп кетіп жерге. Кішкене пробег айналып кетті. Ходовка кетіп қалды. Деп шақырама, не шақырады оны? Дима, қалай? Сиыр болып кетті, кішкене талпынбайсың ба, бір көмектесіп? Қалай көмектесіпсің? Көзбен. Мына жер біте ма өзі, қашан? Шли енді, үйдің ішіне кіріп кеткен шығар енді. Бұл жерде бұғы жоқ, бауырым. Таптым, анау тұр. Бар ма? Куч. Аяқтан, брат. Неге жүр, братчикасымен жүр ғой. Қыздар сияқты не? Кішкене оқағы жүрдет деп тұр ғой, короче. Мына жақта екеу ақ ба десем, талпасымен жүр ғой, WhatsApp-та, групптағы. Братан, көз жүрмейсің ба? Братан, қакетті қуана мен. Нормально негізі? О, нана келетір. Енді, бля. Сейчас по-другому будем общаться. Жартысын жесе, жартысын жесе. Еркек болып шықса, кішкене ауыр оқиын деп тұр. Әкеді. Ой, братан, не болды сразу уже? По-другому общаться будем деп айттым ғой, жаңағы, братан, чё там, деп қоясың, короче. Енді сатасың ба? Көріне ма, қыздар сияқты оқаш еткен жақсы көреді, короче. Көтір. Үстім ақ етті. Ана, кішкенде балан, братан, балан шақырсай, братан. Көтір. Стоп. Андай тілмен деген стар. Шымкентте мен жақсы көретін бір апа бар екен, мені қатты жақсы көреді екен. Сөйтіп маған оны жазды, осы апа сен жақсы көреді, қатты қолдаушың деген сияқты. И сол кісіге қазір технично гүл алып, қазір күтіп алатын боламыз деген сияқты, короче. Көре алмай жатыр. Бүгін 2 күн болды. Тәуіржанды бассам, Инстаграмнан шықпайды, неғып шықпайды? Біреу басып қойды ма, көрсетпеймін деп Тәуіржанды маған. Или Тәуіржан өзімен блокқа тығып қойды ма? Осы апа бәле болды деп. Тәуіржанға мен немін ғой, қолдаушысымын ғой, Зарина екеуіне. Мені қоссыншы инстасына. Қалай қосады, қосып берші сен. Аяпан десем біледі. Рая деп қойған мен Инстаграмға. Раяш деп. Тәуіржан, сізді қатты жақсы көреміз. Заринамын бақытты болыңыз. Қатты жақсы көреміз. Көріп кетейін деп келдің ба? Рахмет жаным. Саламатсыздар ма? Тәуіржан көріп жүрген балам осы. Көршіміз ғой екеуміз. Қатты жақсы көреміз сізді. Қатты жақсы. Жылаймын ғой. Соны айтты ғой маған, видеоларыңызды жіберіп сөйтіп. Келші деді ма? Рахмет жаным. Сыйлап келгеніңе рахмет. Қазір отырсақ, Тәуіржан тастамайды аузынан. Тәуіржан деп отырамыз ғой. Қатты жақсы көремін. Жаңағы сөйлеп атқан, иә? Тәуіржан шуырын көрсетші. Көрсетіп атқан жаңағы. Ержахан жүр. Жоқ, біз просто... Или мына жаққа кім? Жоқ, біз самағат уже дальше кетіп барады, басқа. Жолың болсын. Тілек айтсаңызшы, Тәуіржанға. Сол бата бере жатсаңыз, болды. Әрқашан жолың болсын, бақытты бол. Ал жолдарың болсын жаным. Сыйлап келгеніне рахмет жаным. Жақсы, саламдар. Жақсы жаным, аман бол. Давайте. Сол, короче. Деген сияқты, короче. Арыстамыз деген сияқты, короче. Машина жоқ па? Единственный машина жоқ па, біреуі көзге көрінді. Бәрі ұйықтайды екен, молодцы. А братан не істеп жүр? Деген сияқты, короче. Қазір сіздерге бір қызық нәрсе көрсетемін, қараңыздар. Міне, лампа, иә? Светильник сияқты, короче. Мынаны бүйтіп тықсам, мына свет міне жанып, өшіп жатыр. Жанып, өшіп жатыр. Көріп тұрсыздар ғой, иә? Көріп тұрсыздар. Енді егер де мынау розетка тығылмаса, өйтіп жанып, өшпейді. Мынаның арқасында, короче, мына жанып тұр ғой.
That's the way every day goes. Every time we have no control. Ассаламу алейкум, баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін біз без макияжа шығамыз эфирге, но сторисы, скорее всего, после эфира салатын шығармыз, потому что енді көрерменге қызық болып тұр 14:30-да, сол теледидардан көрсін дегіміз келіп тұр. Сол енді білмеймін, особо қыздарда разница жоқ сияқты. Сол. Баршаңызға сәлем, қалайсыздар, қайырлы кеш. Эфирден шықтық, бүгін сондай no makeup күні болды. Сонымен офисқа келдім, жұмысқа біраздан бері кірмеген болатынбыз. Бізде өте көп өзгерістер болып жатыр. Еще мына жақта қолдаушылар беріп жүрген бүгін жұма сыйлығы бар. Күшті торттармен, капкейк, осындай тілегімен бірге беріп жүрген болатын. Рамазан айының соңғы оразасымен тілеген дұғаларыңыз Раббым қабыл етсін деп. Бояусыз ең әдемі қыз депті. И потом қазір біз стримға кіреміз, ссылка қалдырып кетеміз, сол жаққа кірсеңіздер болады. Бізде өзгерістер дегеніміз бриллианты білесіздер, иә, өте жақсы сапада бриллианттар, уход набор, Турцияға путевка, и бізде умраға жолдама бар, достар. Кіріп үлгеріп қалыңыздар. Дәл бұндай мүмкіндіктер енді прям ешқандай жерде жоқ. Сол үшін прям